Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сырты қытырлақ, іші сондай жұмсақ болып келетін картоп пен жұмыртқадан жасалатын дәмді тіскебасардың жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі бізге 2 картоп керек болады. Картоптың сыртқы қабығын тазартып, тура видеодағыдай турап, салқын су құйып, қайнатып пісіріп аламыз. Мен ірі көлемдегі 2 картопты пайдаландым. Егер сіздердің картоптарыңыз кіші болса, 3 немесе 4-еуін пайдалансаңыздар болады. Сонан соң картопты езіп, үстінен тұз және қарабұрыш салып, жақсылап араластырып езіп аламыз. Сонан соң кукуруз, яғни жүгері крахмалынан 2 ас қасық салып араластырып аламыз. Картоп крахмалы пайдалануға болмайды, тек осы жүгері крахмалын қосамыз. Сонан соң үстелдің үстіне кукуруз крахмалынан сеуіп, картопымызды үстелге жайғастырамыз. Қолымыздың көмегімен формаға келтіретін боламыз. Егер қолыңызға жабысып жатса, кукуруз крахмалын сеуіп, формаға келтірсеңіздер болады. Жүгері крахмалы картоптың бір-бірімен бірігіп, қатайып, формасын жақсы сақтауға көмектеседі. Тура видеодағыдай жасап, ұзыншалап формаға келтіріп, пышақтың көмегімен кесіп дайындайтын боламыз. Егер қаласаңыздар, басқа формаға келтірсеңіздер де болады. Мен осылай ұзыншалап кесіп дайындадым. Осы құраммен менде 21 дана тіскебасар дайын болды. Сонан соң жұмыртқаны жақсылап араластырып, дайындап кесіп қойған картопты бірінші жұмыртқаға аунатып, сонан соң нан ұнтағына жақсылап барлық жеріне тигізіп аунатып аламыз. Жасалу жолы өте оңай, құрамы да қолжетімді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Нан ұнтағы барлық жеріне бірдей тиюі қажет. Осылай барлығын жасап дайындап аламыз да, қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта түрлі пайдалы, дәмді, оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі бетіне ауыстырамыз. Келесі беті де қызарғанша пісіріп алып, майдан сүзіп аламыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Міне осымен біздің сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ тіскебасарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын.